Сәлем, менің құрметті оқырмандарым. Бүгінгі біздің сабағымыз пинцеттер туралы болмақ. Яғни пинцет дегеніміз біздің осы кірпік жабыстыру саласындағы ең маңызды құралдардың бірі. Себебі біз осы пинцетпен кірпіктің арасын ашамыз, осы пинцет арқылы кірпікті жабыстырамыз. Енді біз пинцетті қалай таңдаймыз, соған тоқталайық. Ең бірінші бізде осындай ұшы үшкір пинцет болады. Яғни бұл ұшы үшкір пинцет бізде кірпіктің арасын ашуға және кірпікке ыңғайсыздық ету үшін осындай ұшы үшкір пинцет керек. Яғни бізде пинцетіміздің ұшы бір-біріне тиіп тұру керек. Сіздер пинцетті таңдаған кезде міндетті түрде осыған көңіл аударыңыздар. Ол қисық болмау керек. Екінші ұшы доғал пинцетіміздің де осылайша тексеріп аламыз. Әсіресе осы пинцет, ұшы осындай қайылып тұратын пинцет бізге өте маңызды. Әр пинцеттің өзінің осындай